Сәлеметсіз бе, менің атым Смағұл Орнай Асқарқызы, мен 7-б сынып оқушысымын. Осы қазақтың жүзін жобасынан мен Ақан серінің туындысы Балқадиша әнін таңдадым. Бұл әннің тарихы көбіне мәлім. Күндердің бір күнінде ауылдарды аралап жүрген Ақан сері Ыбырайдың ауылында болып жатқан шілдехана тойының үстінен түседі. Сол кезде халық оны қошеметпен қарсы алады, төрге отырғызады. Бірақ ел ішінде орнаған жалған сөздердің кесірінен оның қасына отыруға ешкімнің батылы бармайды. Сол кезде Қадишаның біздің ауылға әйгілі Ақан сері де келіп қалды, неге бірге ән айтпасқа деген сөзі естіледі. Ол Ақан серінің қасына отырады да бәрі бірге ән шырқауды бастайды. Мереке қызықты өтіп жатқан кезінде болған жайтты естіген Қадишаның ағалары оны алып кетуді талап етеді. Бірақ Қадиша еш қозғалмайды. Ақан сері де оны жібергісі келмейді. Осыдан кейін олардың арасында қимастық сезімі пайда болады. Қадиша қайтуға жиналып жатқанда оны Ақан сері тоқтатып, оған арнаған өлеңін шырқайды. Бұл өлеңде ол Қадишаның әсемдігі мен сұлулығы туралы әндетеді. Бірақ қызының Ақан серінің қасында екенін естіген Ыбырай оны қайтаруға бұйрық береді. Қазір мен сізге Балқадиша әнінің 2 шумағын орындап беретін боламын. Қабыл алыңыздар. Қыз едің Ыбырайдың Балқадиша, бұралған белін нәзік, о шіркін тал Қадиша-ай-о. Сексен қыз серуенге шықса дағы, ішінде шолпан жұлдыз жарығым сен Қадиша-ай-о. Бұрында асаутайдай жүрген басың, қаларсың біздің сөзге қарағым зар Қадиша-ай-о. Бір емес, 2 жеңген келіп отыр, рұқсат бізден сізге жанарым бар Қадиша-ай-о.